Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен лагманның қамырын қалай жасалу жолдарын көрсететін болам. Ендеше видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ыдысымызға суымызды құямыз, және де тұзымызды салып, үстінен ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз қатты болып шығады. Лагманның қамыры міндетті түрде қатты болу керек, өйткені созған кезде, суға салып пісірген кезде жібіп кетпейді, бір қалыпты болып түседі. Міне біз қамырымызды елеп болдық, енді онымен тындырып қоятын боламыз. Қамырымыз тынды, енді осыны жайып, тура видеодағыдай етіп жасайтын боласыздар. Бетіне пісте майымызды жағып, бетін пищевой пленкамен жауып, 10 минутқа тындырып қоямыз тағы да. Міне біздің 10 минутымыз өтті. Енді қолымызды майлап алып, осылай қамырларымызды жайып шығамыз. Тынған қамыр оңай жайылады. Тура видеодағыдай етіп, жайылған қамырларды осылай тізіп шығасыздар. Міне біз қамырларымыз жайып болдық, тағы да бетінен май жағып, бетін пищевой пленкамен жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Біздің 5-10 минутымыз өтті. Енді қамырымызды тағы да майлап алып, жұқалап осылай созып шығамыз. Өйткені тынған қамыр оңай созылады. Міне біз қамырларымыздың бәрін бір келкі етіп жайып алдық. Енді екі саусағымызға қолымыздың саусақтарына іліп алып, екі қамырымызды осылай дастарханға ұрып қайнап тұрған суға салып пісіріп аламыз. Достар, міне әр пісіріп алған қамырымызды судан алғаннан кейін бетіне кішкене пісте май қойып осылай араластырып жібереміз, өйткені біздің қамырымыз бір-біріне жабыс қалмау үшін. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Егер де видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.